Алаш ардақтыларының Әлихан Ахмет секілді сондай боздақтардың арманымен берден айтсақ қайрат бастаған желтоқсан құрбандарының қанымен келген тәуелсіздік күні әлемнің әр түкпіріндегі қазақ үшін аса қымбатты сауға және жанмен де айырбастауға болатын кереметтей күн деп атауға болады тәуелсіздік күнін. Сосында тек қана Қазақстан емес, және осы жер шарындағы әрбір не дейміз, бойлығындағы болсын, ендігінде болсын, әр жердегі қазақтар бұны еске алмай қоймайды және осы күн үшін ғаламат қуанады деп ойлаймыз. Одан кейін Қазақстан туралы ол енді Азия мен Еуропаның орталығындағы экономикалық, саяси және жағрапиялық тұрғыдан аса бір тиімді жерде, болашағы шексіз екеніне бүтін әлем сенеді. Және бір жағынан алдыдағы 2017 экспо сәтті өтетініне, одан ары қарай 2050 жоспары мезетінен бұрын орындалатынына әлем халқы сенеді.